Қайырлы күн, көркем тоқыма каналына қош келдіңіз. Бүгінгі бейне сабақта тоқуда өте қажетті ақпарат тоқыма тығыздығын анықтауды үйренеміз. Бұйымды тоқу үшін таңдап алынған жіпке сәйкес келетін спицы мен кішкентай ғана үлгі тоқып, оны жуып кептіреміз. Сызғыш немесе сантиметрлік лентаны тоқыманың дәл ортасына түзу қойып өлшейтін боламыз. 5 сантиметр арасындағы ілгектер санын санап шығамыз. Мінекей бидайдың дәніндей болып тұрған өрнектерді 5 сантиметрдің ішіндегі санын анықтап аламыз. Менде 5 сантиметрде 9 ілгек шықты. Яғни 10 сантиметрде 18, 1 сантиметрде 1,8 ілгек болмақ. Егер оны қажетті 46 сантиметрге көбейтетін болсақ, 82,8 шығады. Оны жуық шамамен 82 ілгектеп аламыз. Арнайы өрнекке сәйкес немесе екі шетін біріктіру үшін тағы да бір ілгек қажет болады демесеңіз, бұйымды тоқу үшін жұп санды ілгектермен бастаған дұрыс. Сондай-ақ бас киім тоқуда бос тұрмай жақсы киілуі үшін 10 немесе 15 сантиметрге аз ілгекпен, керісінше кеудеше немесе джемпер үшін ішінен киім киетін болғандықтан 5-10 сантиметр артық болатындай ілгектер санымен бастаған дұрыс. Тоқыма осындай резинка бөлігінен тұратын жағдайда, онда екі шетінен аздап тартып, керіп өлшеген абзал. Осы ақпараттар сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Көркем тоқыма каналына тіркеліп, пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.